Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін осындай өте дәмді, жеңіл болатын түскі ас түрімен танысатын боламыз. Бұл өте оңай жасалады. Сіздің отбасы мүшелеріңіздің барлығына ұнайды деген ойдамын. Менімен бірге болып, менің каналымның дамуына үлес қосып қойыңыздар. Ол үшін бізге бар болғаны 3 картоп қана қажет. Осы картоптарымызды жуып тазалап, үкіштен өткізіп аламыз. Барлығын үкіштен өткізгеннен кейін олардың құрамындағы суы, артық сулары, крахмалы шығып кетпеу үшін салқын суға салып қоямыз. Енді осы өзіңізде қолда бар, немесе өзіңіз жақсы көретін ірімшікті алып, оларды да үкіштен өткізіп дайындап қоямыз. Ірімшікті бір шетке алып, дайын болған картопымыздың суын жақсылап бөліп аламыз да, оған 2 жұмыртқа, қалауыңыз бойынша тұз, бұрыш қоссаңыздар болады. Және мен көк пияз қостым. Дәміне қарай басқа да дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Енді қызып тұрған табамызға май құйып, жаңағы дайын болған картоптарымызды жақсылап жайып шығамыз. Жарты бөлігін ғана жаямыз. Одан кейін үстіне үкіштен өткізген ірімшіктерімізді жайып шығамыз. Ірімшіктерді көп қоссаңыздар да болады, немесе ұнатпасаңыздар аз мөлшерде қоссаңыздар болады. Енді оның бетіне ірімшіктерді жауып тұратындай етіп, қалған картоптарымызды жайып шығамыз. Достар, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Міне, енді оны 4-5 минутқа қалдырып, екінші бетіне аударып, екінші бетінде 4-5 минуттай пісіріп аламыз. Міне достар, әп-әдемі болып қызарып пісіп шықты. Өте дәмді, жеңіл тағам түрі болып келеді. Осылай сәндік үшін бетіне укроп немесе көк пияз депсеңіздер болады. Ас болсын.